Алкоголизм. Алкогольдік ішімдіктерді мас күйінде тудыратын дозада жүйелі қабылдаумен сипатталатын ауру. Бұл нашақорлықтың бір түрі. Алкогольге тәуелділік физикалық және психологиялық болуы мүмкін. Ауру алкогольдік сусындарды жиі және шамадан тыс тұтыну әдетінің нәтижесінде пайда болады. Алкоголизмнің себептері: физиологиялық, генетикалық бейімділік, әлеуметтік, айналадағы адамдардың теріс әсері, отбасындағы проблемалар, жұмыстағы қиындықтар. Психологиялық, қиын өмірлік жағдайларға бейімделе алмау, мазасыздық, қорқыныш, көңілсіздік. Алкоголизмге тән белгілер келесідей: алкогольді ішімдіктерді үнемі тұтынуға деген ұмтылыс, агрессивтілік, тұтынылатын алкоголь мөлшерінің біртіндеп артуы, ретроградтық, ішінара амнезияның пайда болуы, психоздар, галлюцинация, абстинентті синдром, ойлау, есте сақтау процестерінің нашарлауы. Алкоголизмді қалай емдеу керектігін анықтау үшін нарколог-дәрігер науқасты жалпы тексереді, қан анализін және зәр анализін тағайындайды. Алкоголизмді емдеу мыналарды қамтиды: метаболизмді күшейтетін және этанолды ағзадан шығаратын дәрілер, аверсивті терапия, психотерапия, әлеуметтік оңалту, детоксикация терапиясы. Әйелдердің алкоголизмі 99% жағдайда емделмейді. Егер сіз алкоголизмнен қалай арылуға болатынын уақытылы анықтамасаңыз, асқынулардың даму қаупі жоғары. Аффективті бұзылулар, депрессия, көңіл күйдің жиі өзгеруі, мидың бұзылуы, көру және есту нервтерінің атрофиясы, жүрек тамыр жүйесінің бұзылуы, тыныс алу мүшелерінің зақымдануы, бүйрек, бауыр, асқазан жұмысының бұзылуы, эндокриндік жүйенің бұзылуына алып келеді. Алкоголизмнің алдын алу үшін пациенттерге ұсынылады: проблемаларды жою құралы ретінде алкогольге жүгінбеңіз. Жаман әдеттерден бас тарту. Ішімдіктен толықтай бас тартыңыз.